Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге оңай әрі тез дайындалатын панкейк жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқаны шағып, үстіне қант салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне жылы сүт құямыз, содан соң қопсытқышпен ұн салып, жақсылап араластырамыз. Сосын ыстық су құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Қыздырылған табаны сары маймен майлаймыз. Кейін панкейктерді салып, қызартып пісіріп аламыз. Біздің панкейктер дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ас болсын. Және де рецепттер ұнаса, каналдан басқа да қызықты рецепттерді көре аласыздар.